Қазақ тіліндегі үндестік заңы, дыбыс үндестігі. Қазақ тілінде дыбыстар сөз ішінде, сөз бен қосымша арасында, сөз бен сөздің арасында бір-бірімен үйлесіп, үндесіп айтылады. Түбір сөздің жуан не жіңішке болуына қарай қосымша да жуан не жіңішке болады. Сөздің соңғы дыбысына қарай үйлесіп жалғанады. Сөздің бастан аяқ үндесіп, үйлесіп, біркелкі әуезбен айтылуы үндестік заңы деп аталады. Үндестік заңы жалпы өз ішінен екіге бөлінеді. Олар бірінші буын үндестігі және дыбыс үндестігі. Дыбыс үндестігі дегеніміз түбір мен қосымша жігіндегі сөз бен сөздің арасындағы дауысты немесе дауыссыз дыбыстардың көршілес дауыссыз дыбыстарға ықпал етуі. Дыбыс үндестігінің мынандай түрлері бар. Олар ілгерінді ықпал, кейінді ықпал және тоғыспалы ықпал.